Сәлем достар, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ләззат. Достар, бүгін біз балалардың сүйікті салаты, қызылша салатын дайындайтын боламыз. Құрамы өте оңай. Қызылша мен картопты суға пісіріп алдым. Картоп пен қызылшаны көбіктеп тураймыз да майонезге араластырып ұсына беретін салат. Бар жоғы 5 минутта дайын болатын өте оңай салат болып келеді, және де балалар осы салат түрін ерекше сүйсініп жейтін болады. Егер балаларыңыз жейтін болса, құрамына мейіз немесе жаңғақта қосып ұсынуға болады, бірақ негізі көп жағдайда балалар салаттың тек қана осы түрін сүйсініп жейтін болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Қоңыраушаны басатын болсаңыздар, мені арнамдағы барлық рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Менің арнамдағы барлық рецепттердің құрамы описаниеде жазылыптыр. Қызылша салаты қан аздыққа және іш құрылысына өте пайдалы болып келеді. Сондықтан да балаларыңызға жиі жасап беріңіздер, қан аздықтың алдын алу үшін. Аздап тұз салып, майонезге жақсылап араластырамыз да балаларымызға ұсынамыз. Дайындаған бойда бірден балаларыңыз жеп қояды. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздер де күнделікті балаларыңызға дайындап беріңіздер. Өте оңай, өте қарапайым, құрамы да өте арзан. Ас болсын достар.